Сәлем достар, бүгін сіздермен сөздік қорды көбейтуге көмектесетін 4 техникамен бөлісетін боламын. Тек қана орыс тілінде емес, басқа да кез келген тілде сөздік қорыңызды көбейтуге көмектесетін 4 жұмыс істейтін техника. Сонымен кеттік. Сонымен достар, ең бірінші техника бұл кітап оқу. Алдыңғы видеоларының барлығында айтып жүргенімдей, кітап оқу қажет. Сөздік қорыңызды көбейту үшін кітап бұл бірден бір құрал. Ал егер кітап оқи алмайтын болсаңыз, журнал, әңгімелерді оқысаңыз болады. Қысқаша рассказдарды оқысаңыз болады. Ең бірінші бұл жердегі мақсат кітап оқудағы дауыстап оқу қажет. Одан кейін міндетті түрде оқыған кітабыңызға, оқыған қысқа мәтіндеріңізге, статьяларыңызға мазмұндама жазып үйреніңіз. Жазып не болмаса айтып, айнаға қарап айтсаңыз да болады. Ал енді өзімнің тәжірибемнен бөлісетін болсам, Инстаграм барлығымызда бар. Сол Инстаграмды пайдалану арқылы сөздік қорыңызды көбейтуге де болады. Түрлі жаңалықтармен бөлісетін пабликтерге жазылғанмын. Орыс тілінде, ағылшын тілінде. Мысалға, сіз орыс тілін үйреніп жүрген болсаңыз, орыс тіліндегі жаңалықтарды оқып, сол жаңалықтарды өзіңіздің достарыңызға, коллегаларыңызға айтсаңыздар болады. Ал егер тіптен айтатын адам болмаған жағдайда, мен сияқты WhatsApp-та өзіңізге аудио жіберсеңіз болады. Мысалға, WhatsApp-та кірсеңіз, өз номеріңізді жаңағы атыңызбен сақтап қойыңыз да, естіген, оқыған жаңалығыңызды айтып, аудио жазба қалдырсаңыз болады. Одан кейін сол аудио жазбаны тыңдаңыз. Тыңдау арқылы өз қатеңізді дұрыстай аласыз. Мен өзім солай істеймін. Екінші техника бұл М1С техникасы, мастер одного слова деп аталады расшифровкасы. Бұл техниканы көбінде ораторлар қолданады, импровизация жасап үйрену үшін. Бұл техниканың мәні неде? Кез келген бір сөзді таңдап аласыз да, сол сөзге қатысты 5-10 минут тоқтамай сөйлейсіз. Күнделікті жасап отыру қажет. Сөздік қорыңыз көбейеді, импровизация жасап үйренесіз. Техникада ең басты правило бұл сөздер қайталанбауы қажет. Соған көп мән беріңіз. Енді бастаған кезде сөздер міндетті түрде қайталанады. Импровизация жасап үйрену үшін оған уақыт қажет, практика қажет. Сол себепті тоқтамастан күнделікті өз-өзіңізге көмектесіп, практика жүзінде іске асырыңыз осы техниканы. Ал енді бұл техникаға қатысты мысал ретінде өзім текст қалдыратын боламын. Осы видеоның астына соны ең бірінші қолданып көрсеңіздер болады. Кейінгі үшінші әдіс бұл ойындар арқылы сөздік қорыңызды көбейту. Қазір техниканың дамыған заманы. Бұл смартфондарды қолдану арқылы өзіңіздің жаңағы App Store не болмаса Play Market'тен ойындар көшіріп алыңыз, сөздік қорыңызды көбейтуге көмектесетін. Сол жолда, автобуста, тағы да басқа жерлерде бос уақытыңызда сол ойындарды ойнау арқылы да сөздік қорыңызды көбейтуге болады. Мысалға, мен бүгін 2 ойынмен сіздермен бөлісетін боламын. Одан кейін достар, төртінші бұл паразит сөздерден құтылыңыз. Паразит сөздерді көп қолданбауға тырысыңыз. Себебі паразит сөздер сізге орыс тілін үйренуге кері әсерін тигізеді. Себебі сіз орыс тілінде ойыңызды толық жеткізе алмайтын боласыз. Паразит сөздерінен қалай құтылуға болады? Мен бүгін сіздермен сол паразит сөздерден құтылу техникасымен бөлісетін боламын. Бұл техника негативное подкрепление деп аталады, не болмаса негативное действие. Бұл қалай жұмыс істейді? Мысалға, өз басымнан мысал ретінде айтып кетейін. Мен өзім студент болып жүрген кезде
жаман сөздерді көп айтатын болып бастадым. Сол әдеттен құтылу үшін әр айтқан жаман сөзден кейін міндетті түрде аузымды ұратынмын. Мысалы, әдейі тарс еткізіп қатты ұрам. Міндетті түрде жанымдағы достарымның барлығы, подружкалар біртүрлі қарайтын, не істеп жатыр мынау дегендей. Бірақ эмоция арқылы жаңағындай паразит сөздер, не болмаса жаман сөздер, енді қыз балаға жараспайтын сөздер шығып кете беретін аузымнан. Сол кезде әдейі аузымнан өзім тарс еткізіп ұратынмын. Сол арқылы мен жаман әдеттен арылдым. Тек қана ауыз ұру емес, ол жерде паразит сөзді айттыңыз ба, тіліңізді қысып қалыңыз, тістеп қалыңыз, не болмаса ауызыңызды тістеп қалыңыз, не болмаса жаңағындай қолыңызды былай қысып қалыңыз деген сияқты ғой. Енді кейбір адамдар кукареку деп айтып жатады әр паразит сөзден кейін. Достар, менің бүгінгі дайындаған 4 техникам осы. Сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Міндетті түрде комментарий жазып, өз ойларыңызды қалдырыңыздар. Бұл техникалар туралы сіздер бұрын естігенсіздер ме, білесіздер ме, жасап жүрсіздер ме деген сияқты комментарий жазып, өз ойларыңызды қалдырыңыздар. Және де менің инстаграм страницама да тіркеліп, ол жақта да активность көрсетуді ұмытпаңыздар. Себебі мен инстаграмда да түрлі кітаптармен, түрлі бағдарламалармен бөлісіп отырамын.